Сәлем студенттер, сіздер бүгін бұлшықет тілін үйреніп түсініп кетесіздер осы видеода. Сондықтан видеоны толықтай қараймыз. Потому что бізге үйреткен кезде физиологияда мына саркомер, тропонин, миозин, актин не екенін үйретпейді. Осылай отырып та просто кітапта оқып аламыз, ол түсінбейміз, сосын ұмытып кетеміз. Бүгін біз бұлшықет тілінің физиологиясын айтып өтетін боламыз, барлығын түсінікті түсіндіруге тырысамын. Мысалы, мына студенттер бұлшықет Б деп қойын. Бұлшықет бізде бұлшықет шоғырынан құралады. Кейін ол өз алдына миофибрилладан тұрады. Міне, үшіншісі миофибрилла, біріншісі бұлшықет, екіншісі бұлшықет шоғыры, үшіншісі миофибрилла. Кейін миофибрилланың өзі саркомерден тұрады. Саркомер бар. Оның ішінде миофиламенттер бар. Түсінікті ғой? Тағы бір айтамын. Бұлшықеттің шоғыры, тармақтары, одан кейін миофибрилла, одан кейін саркомер. Саркомер деген студенттер осындай құрылым бірлік, бұлшықет тілінің құрылым бірлігін саркомер дейді. Мысалға, бүйректің құрылымдық бірлігі ол нефрон, бауырдікі гепатоцит, сол секілді бұлшықет тілінің құрылымдық бірлігі ол саркомер. Саркомер деген былай айтқанда студенттер пояс деп қарастырыңыздар. Осындай пояс бір-біріне жалғанып тұрады. Саркомердің ішіне кіретін болсақ, мынандай нәрсені көреміз. Міне, мына жерге салып қойдым. Саркомерді ашқандағы осындай құрылымдарды көреміз. Түсіндірейін, қараңыздар. Ортасында миозин болады. Миозин дегеніміз ол толстой миофиламент ірі болып келеді, және ортасына орналасады. Екі жағында актин бар. Актинді орысша тонкий миолофиламент деп айтады. Барлығы логичный студенттер. Яғни ортасында қалың, былай айтқанда қалың миозин орналасады, екі жағында оны ұстап тұратын жұқа миофиламент орналасады. Міне, жұқасын актин деп айтамыз, қалыңын миозин деп айтамыз. Түсінікті ме? Миозин дегеніміз толстой миолофиламент, актин дегеніміз тонкий миолофиламент. Потому что кейбір деректерде тонкий миолофиламент деп бірден айтады да, сөзін студенттер түсінбей қалады, не екен деп. Ол деген сөз актин деген сөз. Актин өзара бір-бірімен Z линияда байланысады студенттер. Z линия тұр ғой. Бұл Z линия бүкіл актиннің ортасында тұрады. Мысалы, мына жерде тұрады, мысалы, қараңыздар, Z линия актиннің ортасында. Мына жерде миозин. Сонда мынандай нәрсе ғой, саркомер деген. Ортасы қалың, былай миозин болады, қалың. Типа мына жерде қою қылып қойын. Сосын мына жерде актин. Не? Түсінікті ме? Осы жер түсінікті болса, біз төменге түсеміз. Студенттер, екі тағы бір белокты құрылым бар, олар тропонин мен тропомиозин. Мына қараңыздар, мына жердегі дөңгелек шариктер, олар актин, яғни жіңішке талшықтар. Олардың үстінде тропомиозин осылай спираль құрып орап орналасады тропомиозин. Осы актинді орап орналасатын ол тропомиозин. Ол былай спираль болып келеді, осылай. Спираль түрінде. Оның үстінде міне көкпен тұр ғой, студенттер. Ол тропонин. Тропонин осы актиннің үстінде орналасады. Сосын миозинге байланыс орналасады. Түсінікті ме? Актиннің үстінде тропомиозин, оның үстінде былай айтқанда тропонин болды. Оңай түсіндіруге тырысайын. Бұл не үшін керек, студенттер? Бұлшықет жиырылу үшін бізге импульс керек. Орталық жүйке жүйесінен кейін кальций саркоплазмалық ретикулумның ішінен кальций шығу керек. Кальций шығады да, студенттер, тропонинмен байланысады. Міне, кальций шықты, тропонинмен байланысады. Міне, плюс қойып қойдым. Сол кезде тропонинмен байланысқан кезде бұл мына тропомиозинді ашып береді. Ашып берген кезде миозин барады да, актинмен байланысады. Плюс миозин барып актинмен байланысады. Міне, миозин келді, актинмен байланысады. Тропомиозин былай айтқанда кедергі келтіріп тұрады босаңсыған кезде. Мысалға, жұмыс жасамайтын кезде, ешқандай жұмыс әрекет жасамаған кезде тропомиозин актинді блоктап тұрады. Миозин келіп жабысу үшін тропонин кальциймен қосылу керек. Түсінікті болды ма? Өзім түсінбей алдым ба? Тропонин тоже үшке бөлінеді. Тропонин L, C, I шатаспасам үшке бөлінеді. Кейін
мына миозин студенттер актинмен байланысу үшін, миозин актинмен байланысу үшін, осылай байланыс болу үшін ең бірінші студенттер тропонин кілт қой, былай айтқанда кілтке кальций келу керек, тропонинге кальций келіп қосылу керек. Сол кезде тропонин барады да мына тропомиозин спиралды ашып береді. Спирал былай ашылады, қарапайым тілде осылай түсіндірейін. Спирал былай ашылған кезде ғана миозин актинмен байланыса алады. Сондықтан ғой студенттер мына кальций всегда движениені создавать етеді, всегда қозғалыс. Егер кальций бара ма, жүрек соғып бастайды, егер кальций бара ма, жиырылып бастайды бұлшықет. Всегда естеріңде болсын, кальций бастап береді. Келесі студенттер бізде екі бұлшықеттен екіге бөлінеді. Бұл қаңқа бұлшықеттері, сосын бірыңғай салалы бұлшықеттер, немесе гладкие мышцы деп айтады орыстар. Қаңқа бұлшықеттері студенттер, олар бізде произвольный, былай айтқанда, оны біз басқара аламыз. Және де ол жерде студенттер осылай көптеген клеткалары бар, және де көп ядролы. Ал бірыңғай салалылықтың ерекшелігі ол бір ядролы, кейін бірыңғай салалы бұлшықеттің тағы бір ерекшелігі ол жерде тропонин, тропомиозин ондай дым болмайды. Бір ерекшелігі, мысалы қаңқа бұлшықеттерінен бірыңғай салалы бұлшықеттің ерекшелігі қандай десе, осы бірыңғай салалы бұлшықеттің ішінде тропонин, тропомиозин болмайды. Мысалға асқазанды алайық, асқазан, мысалға мынау студенттер асқазан, оны қоршап тұратын гладкая мышца бар, міне бұлшықет, бірыңғай салалы бұлшықет бар, ББ деп қойын. Оның ерекшелігі студенттер, бұлар бір жағынан адам өзі басқара алмайды, өйткені өзі білмейді, өзі басқара алмайды асқазанды. Сондықтан бұл орталық жүйке жүйесіне бағынады. Кейін айтайын дегенім, бұда ешқандай бірыңғай салалы бұлшықетте ешқандай саркомер жоқ. Сондықтан бұлар былай тіке орналаспайды, қайтама былай асқазанды қоршай орналасады, бұл бұлшықеттер бұлар қоршай орналасады. Сондықтан бұлар жиылған кезде, кальций барған кезде, бұлар көлемін кішірейтеді асқазанның, түсінікті ма? Осы бұлшықеттен мен дұрыс түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, комментария жазып кетіңіздер, немесе тағы бір қарап шығыңыздар. Сәл